Қайырлы таң. Қалайсыздар, аман тұрсыздар ма? Біздер мемлекет күшті мемлекет сенат оған дейін біздің қоғам белсенділері не деп шығарды? Ресей қосылмасын Қазақстанға деп. Ел болмаса шөптің басы қозғалмайды дейді. Баяғыда бір Көптоғай оқиғасы болды Атырау Сормағаз ауданында. Ол кезде мен үндемей қалдым, маған ескерту берілді. Сосын мына жақта полигон бар бізде. 300 километр Атырау болатын болса, Астрахань 100 километр болатын болса, былай солтүстікке қарай ма, Атырау Құрманғазы ауданы, Қошалақ, Балқұдық деген жер бар, білетін боласыздар. Сол жерде Ресей полигон атады біздің Қазақстан жерінде. Оны бәрі біледі. Бәрі білмейді деген. Біздің бақшылар білер, Серік Шапкенов мырза білер. Бірақ сол неге өздерінің Ресей мемлекетінде неге істелмейді полигон? Вот сол әңгіме бірінші да. Екінші, Атырау Құрманғазы ауданы емхана, баяғы емхана. Менің анам 16 сәуірде ауырды, скорый келді, скорый қарады, диагнозын шығарды, диагнозын былай қойды. Анам қатты ауырып тұрғаннан кейін бір күн, 2 күн, 3 күн, әлі осы күнге дейін мен кеше сорпасын дайындап, тамағын дайындап, қою тамақ жемейді, нан жемейді. Врач айтқандай березовый сок алып бердім, оны дұрыс ішпейді, йогуртты бір 2 қасық 3 қасық жейді, алғанын төгіп тастайды. Ал бірақ қай жері ауыратын мен дұрыс сөйлескен жоқпын. Енді ана жер мына жер деді, ана жер сияқты мына жер сияқты деп бір үйде тұрып алып білмеймін не болғанын. Риза емес анам, бірақ айта алмайды анам. Деп анағыдай айқай медсестралары бар, солардың айқайымен бүгін кетіп жатыр 17-сі. Маған баршы еш деп те айтқан жоқ, өздері алып мен туысқандар деген группадан да шығып кеттім мүлден. Неге десең, маған өздерінің адамдары анағыдай туысқан не, көршім не, бүткіл Қазақстан Республикасының халқы, басшы Серік Шапкенов, Абат Шағалиев бәрі бір. Мен сондай уровеньде, мен сондай неде кеше мақала жаздым, садақа жайлы жаздым, тамада жайлы жазған жоқ, асабалар жайлы қалғанын жазып жатырмын. Суымды жаздым, көлімді жаздым. Енді бір кісі кеше біреу айтады, Сафонның тұрғаны-ау деймін, мен бұлар неге қаза береді, ақша бөлінген ақша дейді. Көке, соны жазшы, елбасы деп алдына тіркеде, елбасына жазшы, Серік Шапкеновке жаз. Ол халыққа жазып отыр, ол менің кешегі ойым, оны халыққа жазып отыр. Тереңдету жұмыстарын тоқтату. Тереңдету жұмысты тоқтату, қайдағы тоқтату? Бірінші қазып алсын. Мен баяғыда айтып жатырмын, мен қазсын, аралдарды қазсын деп жатырмын. 140 па, 150 ма, сондай арал болған кезінде. Айта кетейін. Серікбай ата деген бар, Нұржау аудандық округінде Кіштай деген жер бар сол жерде. Содан келді Жіңішке деген бар, сол екеуі де құрып жатыр. Алғай Серік деген ағамыз бар, кәсіпкер. Сол жердің алды Жіңішке деп аталады. Бір су бар, Шөбеке деген, Шөбекеден асамыз ары қарай. Шөбекеден асқаннан кейін үлкен бір көл бар, Кіштай дейді. Ол бізге міне былай кетеміз. Рельс бар, 2-3 километрден кейін. Рельске барғанша Ройка бар. Кезінде Ройканы қалай қазды ағайындар? Россиядан алып келіп, СССР кезінде олар қазған бұлар. Бірақ қазылды ғой төр. Енді кеше турист снаряд дейме, бірдеме снарядты сұрапты Ресейде мемлекетінен. Оны сұрағанда да бізден баяғыда қалай болды? Атырау облысы Құрманғазы ауданына Азғыр деген жер бар, полигон деп айтып отырмын ғой. Тұз бар онда. Тұзды өндіріп халыққа беру керек қой, негізі халық әкімшілік өз алу керек қой. Сонда әкімшілікке түседі ақша деген. Ал оны біз коммерсант алып алды да, кәсіпкер оны дамытып жатыр дейді тұзды. Ол жайлы да жаздым мен былай қарағанда. Неге үкімет алмайды? Кеше киіктер ақбөкендерді білесіздер ма? Қырып жатыр. Солар неге 1000 теңгеден килограмм сатып үкіметке ақшасын түсірмейді? Немесе тегін неге таратып бермейді? Ал мен сол жерге барып ет шаптырып, қасапшы етіп, мені неге жібермейді? Жақсы. Сөйтіп айтқам, Оралдың адамдар жетіп отырған жоқ па дейді. Жақсы, Оралдың адамдар жетіп жатыр ғой. Жетіп жатыр. Бірақ соларды
алып ақбөкендерді сойып алып соларды 1000 теңгеден сатып аласың. Халық деген кәдімгідей қырылып тұрып алады. Енді ойлап қараңыз, мына азғырды айтып кеттім, жаңағы тұз бар, тұз өндірді. Оның алдында союз кезінде қалай болды ол жерде? Ол жерде қарбыздары деген бағанағыдай 20 килограмм қарбыздар 20 килограмм астырық қарабайлар астырқынға апарып, ояқтан барып біздің ата әжелеріміз ауылға шөп бағанағыдай помидор алып келіп, арзан заттар алып келіп, қант па бірдемелер біздің қарбыз анағы емшеліктеріміз сатқан екен мысалы. Ойлап қараңызшы, бұрынғы кезде, ал қазір қаншама өзімізді еріншек болып жатыр. Менің үйімде мынағанда қаншама егін болды баяғыда, бәрін папам алып тұрады. Терек болды, 3 терек абрикос терегі болды, 2000 жылы әскерге егіп кеткем. Ай, бұл егіндер су жіберіп тұр деді. Бұларға су кетеді. Су жібергеннен кейін үйдің іргесіне кетеді, үйдегі серіс тартады деп бәрі егінді бәрін жойып тастады. Виноградты да бәрін жойып тастады. Қараңызшы, қандай мен әкем қандай еді. Мен әкем мына ток бар ғой, қазір токта насос бар ғой. Менің үйімде насос та болған жоқ. Ток жүріп тұрды. Насосқа кету үшін оған қаншама электричество кетеді деп насосты қоспай қойды. Ондай үйлер бар, насос жоқ үйлер. Қазір бәрі бар да, насос бар, не бар, су бар, септик бар. Мені айта кетейін, маған анам ауырғанда туалет далада, далаға барады қайта. Мен айтам, дәретке барғанда даладағы дәретте бана күш түседі өзіңе. Ішің ауырады деген сияқты отыратын жоқ. Дәретханада. Әжетхана сатам айтпақшы. Қарызға 2 бөліп төлеуге берем. Екінші жер стол сатам. Жақсы. Олар енді өтіп жатыр жайлап. Бірақ қарызды асықты кейбіреулері асып қой береді. Көке, сіз магазинге барғанда да келесі айда беріп тесіңдер ғой. Қарыз қалдырмаңыздар. Енді Атырау Құрманғазы ауданы дейміз. Атырау Құрманғазы ауданында бізде анағыдай емделу процесі қиындау. Өтірік емес, ол үлкен кісі кеше көрдім, мына жерде бір кісі кетіп жатыр, 75-80-де шығар, кетіп жатыр, маршрут тоқтамай кетті. Артын бар жүруге нетті, өзімде пакет болды қолымда. Өзімде пакет болды. Мұнан мен неде бар, тикток парақшамда қалып қойды, бірақ мен оны шығарып білмеймін. Тоқтаса не болады сол? Негізі таксистер вообще тоқтамайды негізі. Мен мына Атырау Құрманғазы ауданы еңбекші ауылдық мекенінде ерінбесеңіздер, мына жоғарыда мінетін тротуар бар ғой, сонда адам жүретін машина бөлек, адам жүретін бір темір бар. Атын тұқалдым. Міне, бәке, сізге айтам. Еңбекші партияда соны айттым мен сізге, соны бір барып қарап кетші. Жоғарға шығатын, ені жол жоқ, төменге түсетін жол жоқ. Асфальт қой, асфальттың мына жағында тротуардағы анағыдай барып нал дейді, мына темір жоқ. Соны мен түсірдім бір ретте. Соған мен жаяу бардым. Жаяу келдім, жаңбыр. Жаяу келіп, самарқын келіп жатқанда бір бала, қойшы бала мені үйге келіп тұрды. Жаңбыр құйып тұр. Мен оны түсірдім, видеоға шығардым. Сол кезде соны атау соған бір адам ақылы жоқ екен. Ананы істеп кетуге. Ол тас жолы ма, кім жауап беретінін білмеймін. Енді жақсы медицина дедім ғой, енді менің анам ауырды, ертең барады бұйырса. Соған дейін менің анам емес, басқа бір мәслихат депутатының анасы, или басқа бағанағыдай басшылардың анасы, әкімдердің анасы ауыратын болса, ол қалай болады? Ол былай болады. МРТ-ны мұнда шақыртады, мұнда емдетеді. Менің айтуым сол, ағайындар. Осы менің анам емес, үлкен кәрілер, зейнетке шыққан адамдарға ауырғанда жинап қойдың ғой. Не үшін дәрігер болып отырсың? 5 адам болды ма, 5 адам Атыраудан шақыртып, МРТ-ға түсіріп, сөйтіп жіберуге болады ғой. Менің анам ертең қазір кетеді. 80-дегі анам қазір кетеді. Ол неше күннен кейін келетінін білмеймін. Мені қараңыздар, 27-сі бүгін. Менің анам 16 қаралды, 27-сі кетіп жатыр.
бұйырса ертең кетеді, 28-ге кейде қаралады, нешесі күні келеді, неше күн уақыт кетіп қалды. Соның орнына неге бұл басшылар, денсаулық министрі, денсаулық басшысы неге бізге жағдай жасамайды? Балдарды неге Атырауға апарады? Мына элементарно серпер газеті бізде Құрманғазы ауданынан шықпайды, Атыраудан шығады ғой. Сол сияқты біз Атырауға тәуелдіміз. Даже Ресейге де тәуелдіміз ба, ол белгісіз. Оны мен айттым біршама, бірақ бұл жүре жатырмыз. Қазақстан Республикасының 7-ші бабы 2-ші тармағындағы орыс тілі алынсын, қазақ тілі дамысын, бәріміз қазақ сөйлейік, бәріміз ана тілімізбен сөйлейік, орыс мектептер жабылсын, дамысын. Мына емхана, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.